асықпасаңшы. Неге? Сосын оң қолмен жесеңші. Жоқ, ода тұрған не бар? Бөтен адамның қолмен жейін деп жатқан жоқпын ғой. Сол қол болса да менікі ғой. Жоқ, оны бөтен қол деп тұрған жоқпын ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, тамақтанатын болсаңдар, бисмилля деп айтыңдар және оң қолмен тамақтаныңдар деген. Солай ма? Сол қолмен тамақтанатын болсаң, шайтан сияқты тамақтанған боласың дейді. Неге? Өйткені шайтан сол қолмен тамақтанады деген. Және ол тамақ саған берекесіз болады дейді. Ондай да бар ма? Ал бисмилляны айтпайтын болсаң, және де сенің тамағыңа шайтан үлескер болады. Яғни шайтанды тойдырасың да осы тамақпен. Өзіңе арнадың ба? Онда оң қолмен дейтін болсаң, ол біріншіден сүннет, екіншіден берекелі ас болады. Ал бисмилля деп айтатын болсаң, Алланың атымен бастаған боласың. Яғни осы тамақты Алла саған сіңімді әрі берекелі етеді. Ал енді ұмытып кеткен жағдайда осындай. Бисмиллахи фи әуәлихи вәл әхири деп айтатын болсаң, басында да соңында Алланың атымен, онда иншалла бисмиллямен тамақты бастаған боласың. Шайтан және сенің тамағыңнан үлескер болмайды. Ескересің ғой,